сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, қолдау білдіре отырыңыздар. Бірінші бөлім. Мен Өзбекстанда, Ташкент облысында дүниеге келдім. Атам жарықтық. Ашаршылық кезінде әке-шешесі марқұм болып, екі бауыры мен нағашыларының қолында өскен айтатын еді. Аштық заман қатты болып, ешкімді аямады деп айтушы еді жарықтық. Ішерге ас таппай қатты қиналдық. Бір інім мен қарындасым бар еді, деп көзіне жас алып, ол заманның қиын болғанын, көп еңбек етіп зорыққанын, одан қалса соғысқа барғанын айтушы еді. Солай ас-ауқат іздеп Ташкентті паналап барғандарын, жолда інісі мен қарындасын жерлеген адам жиі айтатын. Нағашыларының қолында жүріп, өзбектен қыз алған екен. Әжем жарықтың мінезі қатал, ауылда ешкім бетіне келмейтін. Анам, сенің мінезің де, түрің де, ұрысқандығың да бәрі әжеңнен аумайды, деп жиі айтады. Әжемнен көп зәбір көрді ғой анашым. Содан да шығар мені көрсе, сол кісі есіне түсетіндігі. Үйдің үлкені болған соң, шалдың қызы болдым. Өз әкем мен шешемнің есімдерімен атап, бойсұнбаушы едім. Өте ерке, шолжаң болып өстім. 4 жасымнан бастап менде аллергия, бөртпе болды. Күнге шыққанда денем бөртіп, қызарып әбден қышитын. Ата-әжемнің емдетпеген жері қалмады. Одан қалса молда, балгерлерге дейін бардық. Ешқандай шипа болмады. Бір күні Түркиядан профессор келіпті деген соң ақшасына қарамай алып барды. Дәрігер, мұның бір ғана емі бар, қан ауыстыру керек, және жер ауыстырып көріңіздер деп шығарып салды. Әкем менің осы ауруыма анамды кінәлайтын. Сенің тұқымыңда аллергия бар. Қыз байғұс қотыр болды деп әбден жекіп ұрысса да, анам сөз қайдарған емес. Түнде жастығын бетіне басып қатты білетімін. Әкемнің 5 әпкесі тағы бар. Олардың сөзі бір әлем. Қазір ойласам, анама қатты жаным ашып кетеді. Ал мен болсам, ата-әжеме еркелеген болмаса, балалармен ойнайтын едім. Бәрі мені мазақ қылып, қотыр келді, жақындама, жұғып кетеді. Фу, түрін-ай, деп айтқанда жылап ата-әжеме барамын. Атам, ой қозым, ештеңе етпейді. Сен әлі сұлу қыз боласың өскенде, деп еміреніп маңдайымнан иіскейтін. Ал әжем болса, ерінбей көшеге шығып, жаңағы балаларға ұрсып, жер-жебіріне жететін. Одан қалса үйіне қуып барып, ата-аналарына ескертетін. Солай уақыт өтті. Ойламаған жерден атам қайтыс болды. Мен көп қиналдым. Әжем демеу болды. Араға 3 жыл салып, біраз уақыт ауырды. Көп ұзамай бақилық болды. Жастығымның астына суреттерін қойып қоятынмын. Сонда қойым түсіме кірсе екен дегенім. Шынымен де түсімде көріп шығамын. Әппақ теңіз кемеде ата-әжем үшеуміз мәз болып отырамыз. Ырза болған күйде оянатынмын. Жастықтың астында фотоларды сүйіп алатынмын. Қатты сағынатын едім. Осы тұста айтарым, өтініш келіндер. Балаларыңызды енелеріңізге бермеңіздерші. Ертең ол кісілер қайтыс болғанда, балаға қатты күйзеліс болады. Қиналады. Соның бірі мына мен. Әке-шешем сөйлесе, жұмсаса, іштей бірдеңе жібермей тұратын. Бұлайша айтқанда, біз бір-бірімізге үйренісе алмадық. Мен оларға бөтен сияқты едім. Мені мүлде жақсы көрбейтін сияқты көрінетін. Пештің артына тығылып, ата-әжемді сағынып талай жылайтынмын. Үлкендер қайтқаннан соң бір күні әкем, елге көшейік, балалар өзбек болып кететін болды. Тілдері шүлдірлеп. Баяғыдай миллион қазақ жоқ.
бәрі көшіп жатыр деп үйімізді сатуға қойып Қазақстанға көшуге дайындалдық. Сатып оңтүстіктен үй алдық. Жақын жердегі мектепте мені және 3 бауырымды орналастырды. Бұл мектеп бұрынғы мектебіндегі сыныптастарынан да қатыгез болып шықты. Бір күні 10-шы сынып оқушысы келіп, сен сияқты ұсқынсыздарға әлемде орын жоқ. Сен сияқты өзбекке біздің мектепте орын жоқ. Ертеңнен бастап мектепке келуші болма, тамырыңды кес. Немесе өзіңді асып өлтір. Әйтеуір сені көрмейтін болайын деді. Ол сөздерге сыныптағы қыздар мен қар-қар күлді. Сол сөздерге күйзелгенмен тамырымды кеспек болдым. Ас үй пышағымен қолымды кесіп жатырмын. Сол кезде анам келіп қалды. Шошып кетіп, менімен қоса жылады. Алғаш рет сонда құшағында алып еңкілдей берді. Ар жақтан әкем келіп қолымды көріп жатыр. Абырой болғанда тамырға тимеген екен. Бәрі басылған соң ата-анам не үшін менен бұлай жасағанымды сұрады. Қызым, не болды? Неге бұлай істедің? Менде үн жоқ. Көшкелі ақшадан әбден қиналдық. Бұрынғыдай жеп-ішу, кию жоқ. Содан тарыққан шығар, дем салдырып, менен не үшін бұлай жасағанымды сұрағасын. Айтпасқа амал болмады. Бәрін айттым. Мектепте бара байқайшы болды. Солай біраз уақытқа дейін мені мазақтай күлуі басылды. 9-шы сыныпты аяқтап колледжге түстім. Жер ауыстырғаннан аллергиям кетіп жатты. Өзімді дұрыс бағаламаған екенмін. Негізі орта бойлы, ұзын шашты, көздерім үлкен. Сұлу қыз болып шыға келдім. Сурет салған ұнайтын. Сондықтан ба боянуды тез-ақ үйреніп алдым. Әкемнің жұмысы жүріп, бұрынғыдай шалқып өмір сүріп жаттық. Оқуға түскелі мінезім ашылып, көзге түсе бастадым. Бала кезден әдеби кітаптарды жиі оқитынмын. Соның көмегі көп тиді. Жиі ұжымдық жұмыстарға қатысып, оқуды бітірдім. Бірақ ешқандай жігітпен жүрмедім. Қорыққаным шығар, ол кезде сүйіскенде екіқабат болып қалады деп ойлаушы едім. Диплом алған соң университетке сыртқы бөлімге тапсырып, ауылға келдім. Жастайымнан тамақ жасағанды ұнайтын. Түрлі тәттілер жасап, жақындарымды жиі қуантушы едім. Ауылға келген соң ата-анам мен ара қатынасымыз дұрыс болмады. Оларды әке-шеше деп қабылдамайтынмын. Ата-әжемді сағынып, аңсап тұратынмын. Әкеммен жиі сөзге келіп, ұрысып қалатынмын.